Қазақтың ұлдары, қазақтың қыздары, жанымыз бөлек болса да, қанымыз бір қазақтың баласымыз. Адам болып өмірге келген соң бір күнде 5 литр су ішу керек екен. Менің алдымда 5 түрлі су тұр. Коньяк, арақ, сыра, вино, қымыз. Коньяк қайнатылған қайын суы, арақ арпаның суы, сыра саралманың суы, вино виноградтың суы, қымыз қарақасқа биенің суы. Бұл ішімдіктер алыстан қарасаң көрікті, жақыннан қарасаң сүйкімді. Бұл ішімдіктер қыздар сияқты. Мысалы коньяк Катя, арақ Аня, сыра Соня, вино Бибігүл, қымыз Қыжыбек. Бұл ішімдіктердің шығарған заводы әр мемлекеттің халық сияқты. Мысалы коньяк Корея мемлекетінің халық сияқты. Сөйлемейді, үндемейді, мінезі қатты. Арақ Американың халық сияқты. Адамды алдайды, не болмаса адамзатты арбайды. Адамды достыққа шақырып, достықтың шырқын бұзады. Сыра енді сығандар сияқты. Бірінің артынан бірі топырлап жүреді, көрінген моншасының есігін сығалап жүреді. Вино Бразилияның халық сияқты. Шеттерінен футболист. Бұл енді қазақтың жігіттерімен ғана футбол ойнамайды, әсіресе қыздармен ғана футбол ойнайды. Қыздардың варатасына ғана гол салады. Қымыз енді қазақтікі. Қымыздың қуаты қазақта, қазақтың қуаты бірлікте. Ақ дастархан ынтымақ бірлігін сақтаған қымыз әр қазақтың үйінде. Бұл ішімдіктердің градусы сотовый телефонның чип сияқты. Мысалы коньяк кисел. Бір стақан ішесің, басыңа гудок көп шығады, одан кейін басыңды минусқа тығады. Арақ актив сияқты. Бір стақан ішесің, басыңа гудок көп шығады, активтің сеті қуат, кей кезде ұстамайды, көрінгенге ызбандап біреудің шырқын бұзады. Сыра енді орысшасы пива. Бұның екі аты бар. Біріншісі қазақша, екіншісі орысша. Қазақшасы маған қайта-қайта ызбандама, орысшасы теле2. Бұны қала жақта ғана қолданады, ауылда қолданбайды. Ауылда сет ұстамайды. Ауылда екі жерде ғана сет ұстайды. Біреуі кафеде, екіншісі моншада, не болмаса дүкеннің алдында. Вино енді билайн. Бір қызға ызбандасаң, дау тұра сөйлесесің. Қымыз енді қазақтікі. Домашний телефон, чистый оригинал, дүние жүзіне таңылмал.